Бүгін біз мәдени өсімдіктер мен үй жануарларының қай жерден шыққанын білу үшін үлкен саяхатқа аттанамыз. Олар барлық жерде бірдей өспеген бе? Жоқ, әрқайсысының өз тарихи атаны бар. Орта Шығыс егіншілік алғаш дамыған аймақтардың бірі. Адамзат осы жерде жер өңдей бастады. Бұл аймақта банан, қант қамысы сияқты дақылдар шыққан. Африкада тары, майлы дақылдар өсірілді және ірі қара мал кең тарады. Орталық Америка жүгерінің отаны. Қазір жүгері бүкіл әлемде өседі. Сондықтан күріш азиялық халықтардың негізгі тағамы. Қытайда күріш өсіру дамыды, қолүйретілді. Сондықтан күріш азиялық халықтардың негізгі тағамы. Картоп пен қызанақ алғаш осы құрлықта өсірілген. Қазір бұл дақылдар барлық елдің асханасында бар. Уақыт өте адамдар саяхат жасап, өсімдіктер мен жануарларды басқа аймақтарға таратты. Бүгінде біз сол ежелгі орталықтардың арқасындамыз. Әрбір нан, әрбір жеміс, Табиғатты таныс, тарихты да түсінеміз. Мынау оңтүстік Америка, жүгері мен ламаның отаны. Африкада тары мен тары өсімдіктері. Әрбір нан, әрбір жбіле чыға. Табиғатты тансақ, тарихты да түсінеміз.